Фильм 1992 жылғы Лос-Анджелес қаласынан басталады. Мерсер атты кейіпкер балалар қорғау органдарына хабарласып жатады. Кейіннен Мерсер Копленд атты досын кездестіреді және өздерінің ұрлау жасау істері туралы доғарғысы келеді. Кейіннен Риган Антуанға таңғас береді, бірақ баласы жемейді. Жаңалықтардан Кинг атты полицейдің еш күнәсіз қара нәсілді адамдарды ұрып тастағанын айтады. Кинг сот алдында жауап береді және де қара нәсілділерді ойландырып қояды. Мерсер баласына кішкентай кезінде неге тастап кеткенін түсіндірмек болады. Тіпті анасы өлгеннен кейін де оны сабырлықпен күткеніне таң қалады. Бірақ Антуан нормативті дәріні қолданған кезде әкесі қатты ашуланып оған ұрсып береді. Және де оған үйден шықпайсың деп айтады. Риган Деннистің бауыры және оның әкесін кездестіреді. Барлығы ұрлыққа кірісудің жоспарын құрады. Сол уақытта Мерсер дүкенге басып келген құтырған бандиттерді көреді. Олар кассирге тиісе бастайды, ал Мерсер болса жай ғана олардың кетіп қалуын түсіндіреді. Алайда бандит пистолет шығарып оны қорқыта бастайды және де ең үлкені оларды итеріп жіберіп ұрсады. Дэвил Мерсерден кешірім сұрап, олардың бір түрмеде болғанын айтады. Ал Мерсер болса жарты жыл бұрын түрмеден шыққан және де тыныш қана өмір бастағанын айтады. Мерсер әкесін фабрикаға барады, сейфтің схемасында біліп алады. Оның ішінде 10 миллион теңгеден аса қаражат жатыр. Сейф болса мықты материалдан жасалған және де сигнализациямен қорғалған. Әр нүктесіне дейін барлығы ойласқан ұрлық жүйесі болса да, әкесі бұған келіспей қояды. Оның қорқу себебі фабрика тым профессионалданған қорғаныс жүйесімен жабдықталған. Әкесінің бұл қылығынан кейін Риган әкесін үйіне барып тастайды. Арттарынан платина фабрикасында жұмыс жасайтын Мерсер ереді. Кейіннен қорғаныс бастығы Джозефпен сөйлеседі. Олар Родни Кингтің ісі жайлы сөйлеседі. Дәл осы уақытта Мерсер жұмыс жасап жатады, ал Деннис пен Риган бір-бірімен жақын араласа бастайды. Деннис Риганға қолдау көрсетеді, оның әкесі планын қолдамағаннан кейін. Сол күні Лос-Анджелес көшелерінде митинг басталып, барлық халық бір-бірімен қырылып жатыр. Әр минут сайын митингке шығушылар көбейіп жатыр, ал Антуан болса сабақтан кейін өзінің үйінің қасында көптеген адамдардың шоғырланғанын байқайды. Вино сататын магазиннің ұрланғанын естіп, ол өзінің ұрлау операциясына кіріспек болады. Ол өзінің әкесіне хабарласады, әкесі де келіседі. Сол сәтте Мерсерге және басқаларына демалыс беріп жатты, олар қауіпсіздікте болу үшін. Күзетші болып жұмыс жасайтын Джозеф Риганға барлығын түсіндіріп береді және де олар ұрлау ісін бастамақ болып жатады. Ал әйелі жүктіліктің соңғы сатысында болғандықтан, оны оралғанша үйде болғанын қалайды. Мерсер фабрикаға келіп, Джозефтен оның баласы Антуанды осы жаққа алып келуін өтінеді. Олардың үйі қаланың қауіпті аймағында орналасқандықтан ол өз келісімен береді. Мерсер баласын алып кетуге келеді, бірақ үйде жоқ екенін байқайды. Дәл осы уақытта фургон мен Деннис фабрикаға қарай жол тартады. Мониторға қарап шаршаған Джозеф далаға шығып қайтуды ойлайды. Ал Риган күзетшілерді байлап кетеді. Артынша фабрикаға кіреді. Олар мұнда ешкім жоқ деп болжаған еді. Алайда Джозефке кезігіп қалады. Риган одан құтылмақ болып еді, алайда әкесінің ертіп келген бандиттерінің біреуі оны аяусыз атып тастайды. Риган бандиттердің біреуін атып тастаймын деп әкесін қорқытады, алайда әкесі оны тыныштандырып барлығының мақсаты бір екенін есіне түсіреді. Бандиттер телефондар мен видеокамералардың барлығын өшіріп тастайды. Ал артынша жүк көтергішті пайдаланады. Солайша бөлмеге кіріп сейфті ашпақшы. Сол уақытта Мерсер өз баласын іздеп жатады. Бандиттер сейфті тесіп ашпақшы болып жатады. Осы уақытта Джозеф оянып, қорғаныс жүйесінің тетігін басып үлгереді. Осылайша металл клеткалар есіктерді қорғаныс жүйесімен жауып жатады. Риган есікті жүк тасығышпен тоқтатқысы келді, алайда осы уақытта Коплендтің аяғы қысылып қалады және де қатты ауыр жарақат алады. Ол оны тосып құтқарғысы келгенде әкесі оған қарсы болады. Әкесі екеуінің арасында түсініспеушілік басталып, екеуі бір-біріне деген арақатынасы суып кетеді. Қорғаныс ұшақтары фабрикада болған жағдайды естиді де осы жаққа қарай бет алады.
Антуан осы уақытта көліктен қашып шығып көшедегі митингке қатыспақшы болады, бірақ мерсер оны тоқтатып алады және де оның бұл істеп жатқан ісі мүлде дұрыс емес екенін айтады. Кейіннен полицияның нағыз ойы өз қаламызды өзіміз құртқанымызды қалағанын жеткізеді. Ал фабрикада бандиттер болса сигнализацияны өшіріп, Джозефті тағы бір рет атып кетеді. Мерсер мен Антуан қауіпті жерден өтеді және де жұптарға мұндағы терроризмнің оңбағандары тиісіп жатқанын көріп, оларды тоқтатады. Ұрылар сейфті ашуға тырысып жатады, бірақ олар тоқтап қалады. Себебі мұнда құтқарушы вертолеттер жетіп келген еді. Мерсер мен Антуанды еш себепсіз полиция қызметкерлері тоқтатады және де оларды қорлай бастайды. Артынша көліктерін тіміскілей бастайды, бірақ ол жерден еш нәрсе таппайды. Ал бандиттерге келетін болсақ, олар өздерінің сейфтерін ашып байып жатқандарына қатты қуанышты болады. Рейган фургон дайындайды, ал Денис болса ваннаға кетіп қалады. Ол Копландың іздерін қолдарынан кетіріп жатқанда, Мерсер мен Антуан да тура осы жерге жетіп келеді. Мерсер ешқандай күзетшінің жоқ екеніне таңғалады да ішке қарай кіреді. Мерсер Антуанға туалеттің қайда екенін көрсетеді. Антуан Денисті шошытып жібереді. Мерсер Джозефтің өліп жатқанын көріп, оның қаруын өзіне алып алады. Антуан жоғалып кетеді, ал Мерсердің артынан екі бандит қуып кетеді. Мерсер екі бандиттің біреуін ұрып құлатады. Артынша жүк платформасына қарай асығады. Артынша Рейганды көріп, оны бір соққымен құлатады. Денис Антуанды ұстап алып келеді. Мерсер Рейганды жауапқа тарта бастайды. Алайда одан еш нәрсе де шықпайды. Оның баласын Рейганның әкесі қалай қорқытып жатқанын байқайды. Антуан мен Дениске үлкен травма алдырып, Копландты көздерін жатып тастай салады. Антуан жоғалған әкесін іздеп жүргенін, осы жерде жұмыс жасайтынын айтады, ал шал болса оған деген күдігін жоғалтып, оған кетуге рұқсат береді. Осы кезде баскетерлер пайда болып, Рейганның жоғалып кеткенін хабарлайды. Шал Антуанмен коммуникация жайында сөйлеседі де және оны өлтіру үшін ұрсып береді. Ал оны әкесіне қарсы қақпан ретінде ұстап отырады. Ал өзі болса бандиттерді әкесін ұстауға артынан жібереді. Мерсер жоғары жаққа қашып шығып, патрульный вертолетті шақырмақ болады. Бандиттердің бірі оны тауып алып, аямай соққыға жығып жатады. Мерсерді қарап қалмай, онымен бірге төбелеседі де оны атып тастайды. Мерсер қайта оралып Рейганды босатады, ал Рейган болса әкесінің жасаған ісіне көмектескен үшін қатты өкінетінін жеткізеді. Мерсер оның көзінше қара нәсілді оның командаластарының бірін атып тастағанын айтады. Олар өзара тіл табысып жатқан кезде әлгі шал мына жақта қышқыл затты бөлмеде сақтап отыр. Содан соң мұның бәрін құйып болған соң олар бұл жерден қашып кетпекші. Денис Антуаннан Рейганның қайда жайлығы сұрайды, ал Антуан болса оны айтпайды. Шал Мерсермен келісімге отырады, олар жүк тасымалдайтын платформада кездеседі. Және де Рейган ешқандай қару болмауын ескертеді. Антуан куәгер, ал әкесі куәгерлерді еш аямайтындығын жеткізеді. Мерсер оны өзінің досы ретінде қабылдап, екеуі бірге барады. Денис фургонға платинаның қалай жүктеліп жатқанын көреді, ал шал болса роторды өзі жөндемек болады. Бірақ алдымен өлген бандит үшін кек алғысы келеді. Мерсер Рейганды арғы жаққа итеріп жібереді. Артынша екі жақ бір-бірімен қырыла бастайды. Артынша Рейган Денистің құтылуына көмектеседі. Оларды платинаға қарай алып кетеді. Ақшаға құныққан Рейганның әкесі Мерсердің көлігін қуып жетеді және де өзінің баскесермен бірге онымен аттанады. Денис Рейганның қолында өлгенде оның жүрегі қақ айырылады, әкесіне ызаланып есікті ашып оны ата бастайды. Есін жоғалтпас бұрын ол баскесерді атып үлгереді. Шал фургонға қарай келіп, барлық платинаның пайдасыз екенін көреді. Шал баласы Рейганға қарай жақындап, оған жақсы махаббат бере алмаған үшін кешірім сұрап, оның басынан атып тастайды. Мерсер фургоннан шықпақ болғанда, шал оған да жақындап атпақ болады, бірақ соңғы секундтарда баласы құтқарып, оны атып тастайды. Фильм осылайша әкесі мен баласының құшақтасуымен аяқталады және де өз көліктері мен үйлеріне қайтып бара жатады.
ал сіздер арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлығыңызға рахмет.